Мемлекет қайраткері қазақ руханиятының көрнекті өкілі Мырзатай Жолдасбеков 80 жаста. Белгілі ғалымның мерейтойына орай елордада мерекелік кеш өтті. Бұл кеште сарғайған сан қағаздар сөйледі. Өңін жоғалтқан құнды құжаттар 80 жылдық ғұмыр жайлы сыр шертті. Өмір өткеліндегі бір талай белестер туралы баяндалды. Кездесуге келгендер ғалымның балалық шағынан бастап осы кезеңге дейінгі өмірімен танысты. Біз таршылықты да көрдік, баршылықты да көріп келе жатырмыз. Ата-бабаларымыз аңсаған, жетілмеген арманға жеттік. Тәуелсіздікті көрдік. Соны шапағатына шомылып жүрміз. Соның осының орнығуына аз кем қолымыздан келгенше қызмет жасадық. Енді бақыттымыз, Құдайдан не тілейміз? Осының бәрі халықтың арқасы, елдің арқасы, тәуелсіздіктің арқасы. 80 жыл естіген жан үшін ұзақ уақыт болар, ал тұғыры биік тұлға үшін есікті ашып жапқанмен тең. Әлі де еліме қосар үлесім бар деп ақталады ақсақал. Қартайғанын мойындағысы келмесе де тәубасын тастамады аузынан. Кісіге қиянат жасаған жоқ, жастардың маңдайынан сипап, қолынан келгенше көмек көрсетті дейді кешке келген ізбасарлары. Қамқор, жылы жүректі, жаны жұмсақ, маңайына кісі жинағыш, жүрегі кең осындай нағыз бір алаштың абыз ақсақал дейтіндей азамат ағамыз ғой. Мемлекет қайраткері кеш барысында сиясы кеппеген кітаптарын Қазақстан Республикасының ұлттық архивіне тапсырды. Күндерімнің куәсі, дүние шіркін, таң қаламын өмірдің ғажабына атты оқулықтарда ғалыммен құрылған сұхбат күнделікті өмірі мен шығармашылығы жайлы жарияланған. Бұл кісінің өзінің бір арманы бар еді, айтатын жақсы қартайсам деп. Бұл кісі жақсы әдемі қартайды, бірақ қартайғанда әлі қоғамдық, мемлекеттік өзінің қызметін тоқтатқан жоқ. Елді, халықты, жастарды тәрбиелеуде. Мерейтой иесі 80-нің сеңгіріне шықса да шырайын бермеген. Бойы ширақ, сөзі нық. Шашым ағарды, төрге шықтым. Көпшілік бата сұрайды. Барлық тілекті шын жүрекпен айтамын дейді Алаш абызы. Мырзатай Жолдасбековтің бүгінгі таңда қордағы құжаттарының саны 5000-нан асты. Мерекелік шарада мемлекет қайраткерінің тұғыры биік тұлға атты құжаттық көрмесінің таныстырылымы өтті. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.